Қайырлы күн баршаға достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді етіп тауық етінен шашлик дайындайтын боламыз. Сондай бір сочный болып шығады. Ендеше кеттік бастаймыз. Алдымен тауық етін дәл осылай бөліп алатын боламыз. Енді біз маринадтауға кірісеміз. Тауық етінің үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Чесноктарымызды езіп, жақсылап, ұсақтап турап, осы маринадымыздың үстінен салатын боламыз. Үстінен шашликке арналған дәмдеуішімізден 2 ас қасық саламыз. Екі ас қасық кетчуп саламыз. Майонезімізден де 2 ас қасық салып аламыз. Толық рецепті әдеттегідей астындағы описание бөлімінде жазып қалдырдым. Барлық дәмдеуіштерді қосып алдық. Енді кезекте барлығын қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір-біріне толықтай сіңу керек. Міне барлығын толығымен араластырып алдым. Енді бетін пищевой пленкамен жабамыз және де холодильникте кемінде 3 сағат ұстайтын боламыз. Сонда біздің маринадымыз әдемі болып сіңетін болады. Қалауыңыз бойынша маринадын 1 күнге қалдырсаңыз да болады. Достар, егер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, астындағы подписация бөлімін басып тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Міне бізде арада 3 сағат уақыт өтті. Жақсылап маринадталған тауық аяқтарын темір таяқтарымызға 3-4 бөліктен тізіп шығатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасап, пеште пісіріп алсаңыздар да болады. Бірақ біз бұл жолы мангалда пісірдік. Біздің мангалымыз дайын. Тауық аяқтарын қойып, жақсылап 2 бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Егер де пеште пісіретін болсаңыз, 180 градуста 40 минут көлемінде пісіріп аласыз. Енді иісі деген өте керемет, бүкіл ауланы алып жатыр. Осымен бізді мангалда пісіп шыққан шашликтеріміз дайын. Рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Дәл осы әдіспен сіздер жасап көріңіз. Сізге де міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Гүлмира Әлібайқызы. Назарларыңызға үлкен рахмет.